Армысыз құрметті көрермен, бүгін Алматы қаласы, Наурызбай ауданы нөмірі 174 мектеп гимназияда ағылшын тілі 10 күндігінің аясында қызық пен танымға толы іс-шара өтті. Шара барысында 10-11 сынып оқушылары қызықты тапсырмаларды орындап, сұрақтарға жауап берді. Шара соңында мектеп оқушылары планетариумды тамашалау мүмкіндігіне ие болды. Мектебімізде ағылшын тілі 10 күндігінің аясында түрлі қызықты шаралар жоспарланған. Соның бірі әрі бірегейі планетариум, ғарыш әлеміне саяхат. Кітапханада басталған шараның мақсаты оқушыларды VR заманауи технологиясымен таныстыра отырып, ағылшын тілі деңгейлерін дамыту және астрономия әлемін кеңінен тану дейді шара ұйымдастырушылары. Оқушылар да шараға белсене қатысып, планетариумды аса қызығушылықпен зерделеді. Негізінде бұл шара мен көңіліме қатты өтті, себебі жалпы қазіргі таңда енді технологиялар қатты дамып жатыр ғой. Соны барлық оқушыларға сезіндіріп жатқан және осы ғалам әлемімен танысып жатқандарына өте қуаныштымын және көптеген ақпараттар білдік. Әрине, себебі бірінші рет аз ғана оқушы көргенімен қатты жаңағыдай реакция, сезімдерін білдіріп жатыр. Болашақта енді көрмеген балдарға да көруге тілектеспін, сол үшін жиі болып тұрғанын қалаймын. Бүгінгі шара арқылы оқушылар ғарыш әлемінің таңғажайып сырларына терең үңіліп, ғылымға деген қызығушылықтарын арттырды. Осындай шаралар оқушылардың таным көкжиегін кеңейтіп қана қоймай, болашақта үлкен жетістіктерге жетелейтініне сенім мол. Ғарыштың құпиялары әлі де ашылмаған, ал бізге тек қана ізденіп, жаңа білімге құштар болу міндет. Абдрахман Қайрат, Алуа Тұрлыбек, Ньюс 74.